Достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің таным осылай басталады. Мектептің ауласында 8-10 кругтай жүріп қайтамын. Денсаулық бірінші орында әрқашанда. Жеңіл-желпі жаттығулар жасаймын. Таңғы жаттығу осындай қозғалыстар бізге күні бойы біздің күніміздің жақсы продуктивті өтуіне өте ықпалы зор. Сіздерге қазір осындай керемет сусын сұңғым келіп отыр. Бұл соковыжималка ручной. Осындай цитрустарға арналған. Одан кейін 4 апельсин, 1 лимон, 1 лайм қоссаңыздар болады және мята. Бұл біздің отбасымызбен ішетін сүйікті сусынымыз болып табылады. Сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Барлық апельсиндерді осылай ручной соковыжималкада осылай айландырып аламыз. Өте тез, әр жеңіл. Мынау цитрустарға арналған соковыжималка. Посуда сататын дүкендерден қарап көрсеңіздер болады. Мен өзім 2 жыл бұрын алдым. Сапасы өте жақсы. 500 теңге ма, сондай ғана тұрады, өзі арзан. Барлық шырындар астына түсу үшін осылай қолмен айландырып жіберсеңіздер болады. Одан кейін осылай кувшинға құямыз. 4 апельсинді осылай жасап шығамыз. Одан кейін 1 лимон қоссаңыздар болады. Енді үстіне жаңағы турап дайындап қойған лаймымызды саламыз. Одан кейін 3-4 жапырақ мята салсаңыздар болады. Мятадан көп керек емес. 3-4 жапырағы жеткілікті. Одан кейін өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қант саламыз. Одан кейін қайнаған су, суытылған құямыз. Мінекей біздің апельсин шырынымыз дайын болды. Енді жұмысқа оралайық. Бүгін сіздерге наволочка тігуді үйретемін. Мына жерде бізде 240 енді матадан тігеміз. Бізге 1,70 см мата керек болады. Әр нәрсе тігер алдында бізге матаның ені керек. Одан кейін матаның суретіне қараймыз. Қай жаққа қарай қиямыз, соның барлығын мұқият болыңыздар. Негізгі мата екі жақтан да қарағанда бірдей суретті маталар өте тіккенге ыңғайлы. Ол туралы тағы да қосымша видеолар болады. Мінекей бізге матаның ені 240 см болу керек. 1,70 см мата аласыздар мысалы. Енді матаның енін ұзындығына жібереміз де 1,70 см матаны ашасыздар. Оны осылай қоясыздар. 1,70 см матадан бізге 50-70 размер ұзынша келген жастықтың тысынан 4 штук шығады. 70-70 үлкен квадратный наволочкадан 3 штук шығады.
осылай 0,55 сантиметрдан 55 сантиметрдан осылай қиып аламыз. Мына жерде астатып мата қалады. Бұл біз 50-70 жастықтың тұсынан 4 штук осылай шығарсақ үнемді болады матамыз. Мына жерде 20 сантиметр астатық мата қалады. Оны қиып алып тастайсыздар. Бұл матаны 2 қабаттап қисаңыздар, өздеріңізге ыңғайлы болады. Енді осы бір бөлшекті аламыз. Бізде 50-70 шығу үшін 50 сантиметрді аламыз. Екі жағына 2,5 сантиметрдан тігісіне аламыз. Сонда 0,55 деп отырғанымыз осы 1,70 ұзындығы 70 және 30 сантиметр жастықтың тұсын қайыратын жеріне аламыз. Сонда бізде бұдан 50-70 размерлі наволочка шығу керек. Енді біз 70-70 жастықтың тұсын осылай 3 штук шығу үшін 3-ке бөлеміз. 0,75 сантиметр, 0,75 сантиметрдан 3-ке бөліп аламыз. Енді осы жерден бір бөлшегін қиып аламыз. Ұзындығы 170 сантиметр, ені 70 сантиметр. Яғни біз 75 сантиметр қиып аламыз. Оның 2,5 сантиметрі тігісіне кетеді. Осының бір бөлшегін алдымен қиып аламыз. Сонда бізде осылай болып шығады. 70 және 30 сантиметр жастықты қайырған жеріне кетеді. Ең алдымен осы екі жақ шетін тігіп аламыз. Қазір енді осыны тігін машинасында қалай тігетінімізді көрсетемін. Бұл жерде біз 50-70 сопақша жастыққа тігеміз. Ең алдымен матаны ашып аламыз. Екі жақ сөгілетін жағын тігіп аламыз. Енін ұзындығына тиіспейміз. Екі енін 1 рет, 2 рет қайырып, осылай тігіп шығамыз. Закрепка жасамасаңыздар болады, себебі екі жағы тігіледі. Осылай қайырып, шетінен әдемілеп отырып тігеміз. Бір жағын осылай тіктік, екінші жағын осылай бір тізбекпен бірге тігіп жерсеңіздер, уақыт үнемдейсіздер. Мен өзім көп жастық тіккен кезде осылай барлығын бір тізбекпен тігіп аламын. Артық жіптерін қиып тастаймыз, ортасын осылай бөле саламыз. Екі жақ жіптерін қиямыз. Енді ұзындығы бойынша 70 сантиметр өлшеп аламыз. Мінекей 70 сантиметр өлшеп алдық. Сол жерін белгілеп аламыз. Екі қайтара, екі оң жағын бір-біріне біріктіреміз. 70 сантиметрдан оң жағын бір-біріне қаратамыз. 30 сантиметрді осылай ар жақ бетіне қойып, шетінен бастырып 3 қабат болады. Осылай тігіп шығамыз. Басында закрепка жасаймыз. Осылай қайырып тігеміз. Ішіне жіптер шықпау үшін осылай кіргізіп тіксеңіздер болады. Бұл тігіс өте оңай әрі мықты болады. Белевой шоптың бір қиындығы, ол оң жағынан бір тігіп аласыз, ішкі жағынан бір тігіп аласыз. Онда жіптер шығып кетуі мүмкін. Сондықтан осы
тігіс өзіме өте ұнайды. Бір жағын тігіп болған соң, осылай жайып, столдың үстіне жайып тегістеп аласыздар. Екі жағы бірдей болу керек, түзу болу керек. Осылай белгілеп аламыз. Енді екінші жағын тура жанағыдай тігіп шығамыз. Матамыз сөгілмеу үшін басына закрепка жасаймыз. Закрепка дегеніміз, яғни алдыға, артқа тігін машинасымен жүруді айтамыз. Тура жанағыдай шетінен солай тігіп шығамыз. Осымен біздің жастықтың қабы, наволочкамыз дайын болды. Енді үтіктеу қалды. Енді осыны аударамыз оң жағына қарай. Тігістерін барлығын сыртынан үтіктеп шығамыз. Өздеріңіздің өлшемдеріңіз бойынша осындай наволочка тіге аласыздар. Өте оңай. Осылай тігіп көріңіздер. Менің парақшам сіздерге пайдалы болып жатса, маған лайк басып және тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесіде тағы да сіздерге пайдалы видеолар түсіретін боламын.